осы Ушқұдық ауданында және де көршілес Тамды аудандары бар. Сол аудандарға әр мейрамдарда, әрбір жаңағы нелерде біз концерттік бағдарламамен барып концерт қоямыз. Біздің мәдениет сарайымызда өнерпаздардың көпшілігі көптеген шет мемлекеттерде ән фестивальдарда, байқауларда жүлделі орынға ие, осы бірнеше жылдан бері конкурстарда қатынасып, осы халықтың алдында осы мәдениет сарайымыздың қазақ өнерін жоғары деңгейде ұстап келе жатыр. Сол бағытта әлі кейінгі ұрпақтарды тәрбиелеп, кейінгі жастарды тәрбиелеп, жастарға жол көрсетіп, осы мәдениет сарайында қызмет етіп жатыр. Тамды ауданы облыс орталығынан ең шалғайда жатыр. Солтүстік батысында оңтүстік Қазақстан және Қызылордамен, ал оңтүстік батысында Наваи облысының Кенемих ауданымен шектеседі. 16 000 халықтың 70% қазақтар. Өзбекстандағы қандастарымыз тұратын жер-су аттарының да тарихы да тереңде жатыр. Ашаршылық кезеңдерінде соғыс, қырғын, жаугершілік замандарында келіп осы жерді мекендегенбіз. Аталарымыз келіп осы тұрған жерімізде қоныстанып қалған. Бұның Тамдыбұлақ аталып себебі сол келген аталарымыз ең бірінші осы жерден келіп үй салған екен. Үйді бізде Там деп атайды. Сосын мынау көне Тамды деген жерімізде үлкен бұлақ болған. Сол судың жағасына келіп жайғасқан ғой. Сондықтан бұл жердің аты Тамдыбұлақ деп аталады. 1928 жылы іргесі қаланған аудан көне және жаңа Тамды деп екіге бөлінеді. Көне Тамды 10 шақырым жерде болса, жаңа Тамды соңғы 20 жылда бой көтерген екен. Ал жыл сайын керегесін кеңейтіп келе жатқан орталықтағы айтулы инфрақұрылымдардың бірі жаңадан салынған 80 орындық аурухана. Мұнда негізінен жастар еңбек етеді. Аудандық қазақ азаматы басқарады. Ал заманға сай құрал жабдықтармен қамтылған мекемеде қандастарымыздың абыройлы қызмет етіп жатқаны ұлтымыз үшін үлкен мақтаныш. Осы жерде өзіміз мектептен оқыдық, кейін және институтта оқыдық, клинический ординатура, бакалавр барлығын оқып, қазіргі күнде осы ауданымызға қайтып келіп, осы жаңа Тамды өмірінде жұмыс қызмет атқарып жатырмыз. Міне 7 жыл Бұхара облысында оқып келдім бакалавр бойынша. Одан кейін Ташкентте клинический ординатура терапия саласы бойынша және 2,5 жыл оқып келдім. Қазіргі күндерде міне осы жерде қызмет атқарып жатыр, өкінбеймін, ешқандай жақсы жағдай барлығына жақсы. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әммен тәтті күй деп, ұлы Абай айтқандай қазақ халқы қашанда даласын думанға бөлеген халық. Сондықтан Тамды жерінен ұлттық өнерімізді дәріптеген талай қазақ баласын көрдік. Бәрде ата жұртқа деген асқақ сағынышын, күмбірлік күй, жүректің қылын шертер сазды әнімен жеткізіп жатты. Өйткені қазақ қайда жүрсе де Қазақстаны мен алыстағы ата мекені мен мақтанатыны ақиқат.